Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 10 сынып оқушылары үшін атомның құрылысы бөлім бойынша жиынтық бағалы тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: хлор табиғатта екі изотопын түрінде кездеседі. 75 және 25%. Осыда бізде атомдық массасын есептеуіміз керек. Осы үлгіде келген маған сапасы. Нөмір бірінші тапсырма: 75%, 35, 17 хлор, 25%, 37, 17 хлор. Сандар маған осылай көрініп тұр. Енді 75%-ді санға айналдырымыз, 100-ге бөліп 0,75 болады. Дәл осы 25%-ді айналдырамыз, сонда 0,25 болады. Атомдық масса хлор тең 0,75 көбейту 35 плюс 0,25 көбейту 37 болады. Мына жерде жоғарырақ жазайық. Айыр хлор. Сонда бізде болады екен 0,75 көбейту 35 0,25 көбейту 37 плюс 9-да 25 тең болады 26, 25, 35 бүтін 5. Периодтық жүйедегі санмен сәйкес келеді екен. Келесі: фтордың соңғы электрондық несін сипаттайтын соңғы электронын сипаттайтын квант сандары. Фтордың соңғы электроны 2 p орбиталға түседі. Бізде бас квант саны n 2-ге тең, себебі екінші деңгей. Орбитал квант саны L бізде 1-ге тең, себебі p орбиталь болғандықтан 1-ге тең болады. Сонда бізде n тең 2, L тең 1 деген жауап болады. Ал магнит квант саны плюс 1, минус 1 бөлінген 2. С нұсқасы дұрыс болып есептелінеді. Келесі: электрон болтының пішініне сәйкес электрон сандарын көрсетеміз. S-те бізде 1 ұяшық, 1 ұяшыққа 2 электрон сияды. P-да 3 ұяшық, 6 электрон сияды. D-да 5 ұяшық, 10 электрон сияды. F-те 7 ұяшық, оған 14 электрон сияды. Келесі: реакция теңдеулерін аяқтайық. Бірінші радий бізде 226-да 88 болу керек. Одан кейін 222-де 86. Мына жерде қандай бөлшек екен табу үшін 226-дан 222-ні азайтамыз, 4 шығады. 88-ден 86-ны азайтсақ 2 шығады. Бұл альфа бөлшек. Сондықтан бірінші альфа ыдырау. Келесі: B нұсқасында бізде 234-де 90 болу керек. Одан кейін 234-де 91. Математикаға салатын болсақ, 91-ге жаңа минус 1-ді қосқан кезде азайып ол 90 болады. Минус 1 бөлшек. Бұл бета бөлшек. Сонда бұл екіншісі бета ыдырау. Үшінші: калий келген, 40-та 19 калий тең 40-та 18 аргон, және қасындағы бөлшекті табу керек. 40-та 40, 19-да 18 болса, бұл бізде бета плюс болады. Мынада бета минус болса, мына жерде электронды бета ыдырау.
осы сөзді қосайық. Мына жерде позитронды бета ыдырау. Келесі аргон келген. 37-де 18. Мына жерде не шыққан? 37-де 17 хлор шыққан. 18-ден 17-ні азайтсақ 1. Одан кейін 37 өзі, бұл бізде электрон. Сонда электронды ыдырау. Электронды ыдырау. Келесі тапсырма. Сәйкестендіру керек. Бірінші ядролық энергия бұл электр энергиясын өндіру. 1 мен С сәйкес келеді. 2. Археологиялық әдістер бұл тау жыныстарын жасын анықтау. 2А. 3. Медицина дәрінің тиімділігін зерттеу. Медицина дәрінің тиімділігін зерттеу. Міне, сонда бізде болады Д. 4. Детекторлар бұл В мен сәйкес келеді. Лабораторияда түтіннің шығуы. Келесі химиялық диктантты аяқтаңыз. Тотықсыздандырғыш қасиеті энергиясы төмен болса, тоқсандыққа соғұрлым жоғары болады. Барлық металдар тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді. Неғұрлым элементтің электртесік шамасы жоғары болса, тотықтырғыш қасиеті соғұрлым жоғары болады. Фтор ең күшті тотықтырғыш. Ал цезий ең күшті тотықсыздандырғыш. Период бойынша себебі иондану энергиясы артады. Сыртқы қабатына электрон беру қабілеті артады. Период бойынша ядро зарядының саны өскен сайын элементтердің тотықтырғыш қасиеті артады. Осымен аяқталды. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойсаңдар, жауап беремін.